Армандар орындалады дегенге сенесіздер ме? Мен сенемін, армандар орындалады, бірақ оның дұрыс армандау керек екенін бізге ешкім айтпапты. Мен бала кезде журналист, яғни диктор болам деп армандайтын. Бірақ неге екенін білмеймін, оқуға теміржол мамандығына түстім. 4 жыл бойы теміржолда оқып шықтым. Одан кейін 3 жыл тағы да жоғары білім алдым. Кейін теміржол мамандығына түстім да, бірақ экономист болып кеттім. Өте қызық жағдай. Ол жақта да ән айтып, би билеп жүрдім. Даусын әдемі деп айтатын болатын барлығы. Арманым орындалды. Қазір сіздерге осындай видео түсіріп, осындай даусыммен әдемі озвучка жасап жатырмын. Бұл да бір арманым орындалды деп ойлаймын. Себебі мен дұрыс армандамаған екенмін. Армандаған кезде мен осындай жерде журналист болам, осындай телевидениені жүргізем деп армандау керек екен. Бала кезде оны бізге кім айтты дейсіздер? Себебі ата-анамыз үнемі жұмыста болатын. Сабақтарыңды жақсы оқыңдар, үлкен мамандық иесі болыңдар, өз тамақтарыңды өздерің табыңдар деп айтатын. Және ең қызығы, сенесіздер ме, тілек айтқанды мен өте қатты жақсы көретін. Және барлығы сен тілек айтсаң күшті айтасың, бар деп жіберетін. Мен өзінің коронный бір сөзім болатын. Барлық тойда айтып шығасың ғой тілекті. Тілеймін хрустальдай ашық көңіл, тілеймін аққан судай ұзақ өмір, тілеймін аққу құстың шапағатын, тілеймін бақытты жандардың махаббатын деп. Вот солай. Бұл тілекті қанша тойға айтып шықтым десеңіздер, сіздерге әңгіме айтып отырамын деп, ораманан да пісіп қалыпты. Пісуіне 15 минут қалғанда үстіне осылай сары майды жағып жіберсеңіздер, жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Арасында балама тамағын да пісіріп жатырмын. Мясной пирогым да пісіп қалды, және самсам да пісіп қалды, достар. Ал сіздер бала кезде кім болуды армандадыңыздар? Соны айта кетіңіздер.